Ассалаумағалейкум, автосүйер қауым. Қызылорда, Шымкент, Тараз, Алматы тас жолын 140 км/сағатқа көтеру туралы петициямыз жарияланғанына осыдан 4,5 айдай болды. Енді 1,5 ай қалды, оның уақытысы мерзімі, одан кейін ол жабылып қалады. 17 қазанға дейін қол қоюға қол жетімсіз болып қалады. Сол себепті бүгінге дейін қолдаймын деп лайк басып, бір-бірлерімен бөлісіп, соны ойша қолдап жүрген адамдар соны қолменен жасауларыңызды, қолдауларыңызды қолмен жасауды сұраймыз. Тек қана ауызша оймен ғана емес, қолмен барып, аяқпенен бір уақыттарыңды бөліп, автоцонға барып, немесе компьютер, ноутбугі бар, осыған бір кішкене икемі бар адамдарға барып, ЭЦП ашып, e-petition сайтынан осы петицияны тауып алып, соған қол қойыңыздар. Егер қол қоймайтын болсаңыздар, онда содан кейін айыппұл арқалауға, жаймен жүруге, соған бәріне көнесіздер. Басқа амалдарыңызда, басқа жолдарыңыз болмайды, ешкімге ренжімейсіздер. Сосын одан кейін жаңағы қаланың ішінде 40 км/сағатқа түсіру туралы әңгіме болып жатыр. Соған да көнесіздер және тасбақа болып жүресіздер.